Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қазір сіздерге мына тарихты айтсам, сіздер таң қалуларыңыз мүмкін, себебі қазіргі кезде Ресей мен Украинаның арасында қырғын шайқастар болып жатыр. Бұл шайқастар 3 жыл бойы жүрген соншалық қаншама жазықсыз адамдардың өзі қаза тапқан болатын. Яғни Ресей мен Украиндар бір кездері туысқан славян халықтары болатын. Ал мен сіздерге қазір үлкен мысалды келтіремін тарихтан. Бұл мысал сізді расында да таң қалдырып, ұқсас нәрсеге сіздердің таң қалуларыңыз әбден мүмкін. Сондықтан соңына дейін асықпай тыңдағайсыздар. Мысалы, біз қазіргі кезде Ресей мен Украиндар бауырлас ағайындас халықтар дейміз, түбі бір славян халықтары. Киев, бүгіндері Путиннің атқылап жатқан Киеві, бір уақыттары орыс қалаларының анасы деп аталған. Ойлап қараңыздар, Мәскеу емес, Киевті орыс қалаларының анасы деп атаған. Киев Русының өзінеге тұрады. Енді сонымен айтайын дегенім, қазір бұрын тарихта мынадай нәрсе болған. Ғұндар мен үйсіндер, бұлар да түбі бір көшпелі халықтар. Екеудің де түбі бір көшпелі халық, мынадай тарих болған. Мына үйсіндердің шағын мемлекетіне, патшалығы мен ғұндар мемлекетінің арасында үлкен шайқас болады. Осы шайқастың кезінде мына үйсіндердің жас нәрестені далаға тастайды. Ол нәрестені мына далада қасқыр емізіп асырайды деген аңызды Сымацян дейтін қытайлық тарихшының жазып қалдырған. Яғни үйсіндердің сол далаға тастаған ханзадасын кейіннен ғұндардың билеушісі тауып алып асырап, ер жеткізіп, оның соңына халқын қосып беріп, өзінің батыс жеріне жібереді, батыс аймағына. Сөйтіп, батыс аймақты, біздің батыс аймағымызды қорғаңдар деп, соған сеніп тапсырады әлгі үйсіннің ханзадасына. Сол үйсіннің ханзадасы кейіннен үлкен билеуші болып, ғұндардың батыс шекарасын қорғайтын мемлекетке айналады. Тарихта бұны аңыздың түбіндегі шындықты қараңыздар. Біздің заманымызға дейін 177 жылы үйсіндер мемлекетінің негізі қаланады. Тым жақсы үйсіндер мен ғұндар көршілес, тату мемлекет болып өмір сүре берді. Өйткені ғұндар үйсіндерге үнемі көмектесіп тұрды, бір-бірімен жаңағыдай құдандалық байланыс орнатты. Бір сөзбен айтқанда, екі түбі бір көшпелі халықтар тату дос болып тұрған еді. Әрине, бір оқиға болмағанда. Бұл кездері мына оның ғұндардың шығыс аймағында, оңтүстік жағында және хан дейтін қытайлық мемлекет күшейіп келе жатыр. Кәдімгі мына Жумонның, Когурьоның тасталқанын шығарып алғашқыда жеңіп шығатын, Когурьоның алысып өтетін хан империясы бар ғой. Міне сол хан империясы күшейіп келе жатқан болатын. Сол хан империясының 7-ші император Уди деген патшаның тұсында бұлар енді ғұндарды әлсіреткен, былай тұрсын түбегейлі жойып жіберуді ойлайды. Оған дейін ғұндарға бір уақыттары салық та төледі, бағалы сыйлықтар жіберіп тұрған хан патшалығы енді күшейіп, 7-ші император Уди деген патшаның тұсында тіпті жойып жіберуді, жер бетінен жойып жіберуді ойлайды. Алайда қытайлықтар бұларды, ғұндарды, осындай жауынгер халықты бірден жоя алмайтынын түсінді өз әскерімен. Сөйтті де не істеді? Бұлар өзінің айналасында орналасқан мемлекеттерді зерттей бастады. Айдап салу үшін ғұндарға қарсы одақтас мемлекет табу үшін. Міне, сол мақсатта біздің заманымызға дейін 138 жылы Чансян деген адамды елшілік қылып аттандырады. Бұл адам ғұндар еліне қарсы мемлекеттерді табу үшін саяхат жасайды. Алайда ол ғұндардың тұтқынына түсіп қалады. Қытайлардың жіберген елшісі ғұндардың тұтқынына түсіп қалып, шамамен 10 жылға жуық ғұндардың тұтқында болады. Кейіннен қашып шығып, әйтеуір амалын тауып, мына бүгінгі Ферғана аймақтарына келеді. Міне осы аймақта жатып, әлгі қытайлық дипломат көрші елдер туралы зерттестіре бастады. Міне сол кезде үйсіндер туралы естиді бұл адам. Үйсіндер туралы естіп, олардың әскері қанша, халқы қанша, жауынгер ма, бәрін естіп деп, қытайлықтар мынадай қорытындыға келді. Міне, ғұндарға қарсы тұратын халық болса, міне мынау үйсіндер. Үйсіндер ғана ғұндарға қарсы тұра алады деген қорытындыға келді. Әлгі адам еліне қайтып барады, Қытай императорына хабарлайды. Удиға. Осындай ғұндардың батыс жағында үйсін дейтін мемлекет бар. Сол мемлекет міне ғұндарға бізге қарсы керемет одақтас болар еді дейді. Сол үміттің жетегіндегі қытайлар үйсіндерге үсті-үстіне елшіліктер жібере бастайды. Алайда бір қызығы, үйсіндердің билеушісінің бәйбішесі үнемі ғұндардан болған. Ғұн ханшайымы үнемі үйсіндердің бәйбішесі болған.
Қытайлықтардың алғашқы кездегі елшіліктері нәтиже бермейді, себебі үйсіндер мен ғұндардың арасында тату байланыс болған еді. Өйткені үйсіндердің мемлекетін құруда ғұндардың атқарған орны ерекше. Өздеріңіз білесіздер, жаңа айтқандай, үйсіндер мемлекеті құрылған кезде ғұндар қалай көмек бергенін. Сонымен ғұндардың батыс шекарасын қорғап отырған осынау халық кейіннен айттым, біздің заманымызға дейінгі 177 жылы өз мемлекетінің негізін қалайды. Астанасы Чигу қаласы. Енді осы мемлекетті өзінің жағына тарту үшін қытайлықтар үстіне елшіліктер жібере береді үйсіндерге. Алайда бұл нәрсе ғұндарға ұнамайды. Алғашқы уақытта мән бермегенімен ғұндар кейіннен қауіптене бастайды мына үйсіндерді өз жағына тартуға тырысып жатқан қытайлардың әрекетіне. Сөйтіп оларға қарсылық білдіре бастайды. Бірақ үйсіндер де қорқады қытайлармен байланыс орнатуға, өйткені өздеріне көмек беріп отырған мына ғұндарға қарсы тұруға жаңағы жүрексінеді. Енді қараңыздар, бұның немен байланысы бар? Бүгінгі күндері Ресей мен Украиндар да бауырлас халықтар, ғұндар мен үйсіндер сияқты бауырлас халықтар, түбі бір славян халықтары. Ғұндар мен үйсіндер де түбі бір көшпелі халық. Ана жақтан Америка келді де Ресейді әлсірету үшін не істеді? Украинаны пайдаланды. Украина жеріндегі Евромайдан жақсы білесіздер, Европа мемлекеттері көмектесеміз деп арқасынан қағып қойып, екі славян халқын бір-біріне былайша айтқанда айдап салды. Ал нәтижесінде не болды? Януковичтің тұсына есептеңіздер, Порошенко тұсын есептеңіздер, одан кейін Зеленскийді. Мына ресейлік партияны, Украина жеріндегі партияны әлсірету үшін Европа мемлекеттері, Америка құрама штаттары не істеді? Зеленскийға дем берді, үлкен дем берді шынына келгенде. Ал Зеленский әрине бұл Европаға, Америкаға бір табан жақын билеуші екені ол айтпаса да түсінікті. Қазіргі кезде көмекті сол жақтан алып отырғанда белгілі. Міне қараңыздар, осы Ресейді әлсірету үшін Украинаның жерінде үлкен шайқас болып жатыр қазіргі кезде. Ал кезінде мына алып ғұн империясын әлсірету үшін қытайлық саясаткерлер өзіне үйсіндерді тартты. Қараңыздар, тағы да үлкен ұқсастықты қараңыздар. Украина деген сөздің мағынасының тағы бір баламасы, неше түрлі мағынасы бар, әрине Украина деген сөздің қайдан шыққанына байланысты. Мысалы, қазақ деген сөздің де бірнеше мағынасы бар ғой, сол сияқты Украина деген сөздің шығу тарихына қарайтын болсаңыз, бірнеше мағынасы бар. Соның бір мағынасы мынадай. Украй деген сөз, яғни шеткен аймақ. Ең шеткі аймақ деген мағынаны білдірсе, шеткерірек алыста орналасқан аймақ дегенді білдірсе, кезінде ғұндардың алыс аймағы бұл үйсіндер болған. Үйсіндер ғұндардың сонау алыстағы мына батыс аймақтарын қорғайтын қызмет атқарған. Тағы да бір мынадай ұқсастықты қараңыздар. Ғұндардың батыс аймағын қорғады дедік қой үйсіндер. Ал Украина жеріндегі казактарды білесіздер. Ресейдің территориясын қалай мына түрік сұлтандарынан, Осман сұлтандарынан қалай қорғағанын, қазақтардан қалай қорғаған білесіздер. Украина жеріндегі Дон казактары, Еділ казактары, Жайық казактары, көп қой казактардың түрлері. Міне сол казактар бір кездері Ресейдің оңтүстік және батыс шекараларын қорғаған еді. Бұны ұқсастық дейсіз бе, сәйкестік дейсіз бе? Бұл керемет тарихи мысалдарды келтіріп отырмын қазір сіздерге. Енді қараңыздар, әрі қарай оқиға былай өрбиді. Қытайлар енді ғұндарды әлсірету үшін үйсіндерге үстіне елшіліктер жібере бастайды. Алғашында қорыққанмен кейіннен үйсіндер де қытайлардың жіберген сыйлықтары, бағалы дүниелері, неше түрлі жібек маталары, ол кездегі жібек деген алтынмен пара-пар нәрсе. Алтынмен бірдей нәрсе бағаланатын, алтынмен есептеген жібектің бағасын. Жібек маталарды жіберіп, үстіне неше түрлі қымбат сыйлықтар жіберуі үйсіндердің салқын болған мінезін жұмсартыға түсті. Қытайларға деген жақсы бір көзқарастар қалыптаса бастады. Осылайша үйсіндер елінде екі партия пайда болды. Бірі қытайлықтарды жақтайтын, екіншісі ғұндарды жақтайтын. Осылайша екі партияның арасында үнемі бәсекелестік болып отырды. Бірақ үйсін Гунмо деп атаған, олардың билеушісі, мысалы ғұндардың билеушісін Шанью деп атаса, үйсіндердің билеушісін Гунмо деп атаған, күнбей деген мағына. Үйсіндердің Гунмосы қанша дегенмен өзінің бәйбішесін ғұндардан алып отырған. Міне осылайша үйсіндер елінде қытайлардың ықпалы арта бастайды. Бірақ үйсіннің Гунмосы, яғни күнбиі, тікелей Қытаймен сауда байланысын жасауға, олармен жақсы байланыс орнатуға қорқып жүреді. Яғни
ғұндардың қаһарынан қорқады. Бірақ қалай дегенмен де қытайлар өз жағына қарата білді. Осылайша тек қана бәйбішесін ғұндардан ғана алып келген Үйсін Гунмосы енді қытайлардан да ханшайымдарды әйелдікке ала бастайды. Яғни Үйсіннің патшасы қытайлардан да әйел ала бастайды. Алайда қытайлармен соншалықты жақсы байланыс орнатқанымен Үйсін Гунмосы қытайлық ханшайымды әкеле тұра ол ханшайымға сенімсіздікпен қарайды. Оған арнайы қытайлық стилі үй салып береді. Сөйтіп тіпті кейбір деректерде сол ханшайымды күйеуі 3 айда бір-ақ рет қана барып тұрған екен. Бұл айта берсе үлкен тарих, ұзақ тарих. Енді жалпы айтқанда қытайлықтар мен ғұндардың арасында үйсіндер үшін үлкен талас басталады. Қазіргі кезде Украина үшін Европа, Америка мемлекеттері және мына жақта Ресеймен қалай талас тартыс жүріп жатса, сол кездегі дипломатияда да сондай үлкен күрес жүрді. Үйсіндердің халықаралық саясатта маңызы артты. Бүкіл әлемде мына үйсіндердің саясатта үлкен маңызы артты сол кездері. Дәл сол тұстары. Осылайша қытайлық және ғұндардың тарапындағы екі партия билікке таласа берді үйсіндер елінде. Қазіргі кезде мысалы Зеленский айтып жатыр ғой, біз Европамен, дамыған Америкамен сауда байланысын орнатуымыз керек, өркениетті әлеммен байланыс орнатуымыз керек, Ресейдің ықпалынан құтылуымыз керек деген болатын. Ал сол кезде де Үйсіннің Гунмосы ғұндардың ықпалынан құтылып, дамыған сол уақыттағы ең мықты сауда экономикасы мықты Қытаймен байланыс орнатуды, сонымен сауда-саттық байланысын жақсартуды ойлаған болатын. Енді қараңыздар, алғашқы уақытта бұл байланыстар әйтеуір азды көпті байланыстар жасап тұрды. Кейіннен байланыс күшейе бастаған кезде ғұндар енді ашық түрде қарсылық білдіре бастады. Жылдармен айтып берейін сіздерге. Біздің заманымызға дейінгі 74-ші жылы ғұндардың жазалаушы әскері үйсіндердің жеріне жазалау жорықтарын бастайды. Бұл қытайлармен байланысыңды үз деген талап қояды. Қазіргі кезде Путиннің басты қойып отырған талабы не? Украинаны НАТОға кіргізбеу. Өзінің жанында отырған Украинаға мына НАТОның ықпалын әлсірету, оны НАТОға қоспау. Путиннің жақында ғана айтқан тағы талабы бар, егер соғысты тоқтатқыларың келсе, Украина НАТОға қосылмау керек деді. Трамп не деді? Америка не деді? Украина қандай да бір жолдармен, дипломатиялық әдістермен НАТОға кіре алмайды деп есігін тарс жапты. Ал сол кезде ғұндар мына үйсіндерге талап қойған болатын. Әскери одақ болмайсыңдар деп Қытаймен. Қытаймен байланысына ашық наразылығын білдіріп, біздің заманымызға дейінгі 74-ші жылы үйсіндер жерін шабуыл жасайды. Түбі бір бауырлас халықтар бір-бірімен. Мына арасына қыл өтпестей болып отырған дос мемлекеттер енді қытайлардың ықпалы арта бастап еді, бір-бірімен араздасып шыға келді. Кезінде Ресей мен Украина да осындай бауырлас халық болған еді. Мына жақтан Европа мен Америка мемлекеттерінің ықпалы күшейді, енді екі мемлекеттің арасында араздық былай тұрсын, енді ашық үлкен қанды соғыстар болып жатыр. Енді қараңыздар, бұл кезде үйсіндерге қолдау білдіру үшін Қытайда қарап жатпады. Қазіргі кезде мына кезінде Байденнің әкімшілігі қалай Украинаға үстіне қару-жарақ, қаражат, неше түрлі көмектер беріп жатса, барлау қызметі, басқа да қызметтер беріп жатса Украинаға батыс мемлекеттері, сол кезде де Қытайда үйсіндерге осындай көмектер берді. Біздің заманымызға дейінгі 71-ші жылы ғұндардың шабуылынан қорғану үшін үйсіндерге Қытайдың, яғни хан империясының императоры Сюанди дейтін император үйсіндерге көмекке 150 мың әскер, 5 генералын жібереді. Міне осы біріккен үйсін Қытай әскері ғұндардың жазалаушы әскерлерін талқандайды. Қазіргі кезде мына америкалықтардан кезінде, қазір енді Трамп билікке келгелі көмек тоқтатып жатыр ғой. Кезінде Байденнен Европа мемлекеттеріне қалай әскери, неше түрлі қару-жарақпен көмек алып, Ресей әскерін қалай Украина тоқтатып жатыр. Сол кезде де қытайлық әскердің көмегімен үйсіндер ғұндардың шабуылынан қорғанған. Біздің заманымызға дейінгі 71-ші жылы Қытай император 5 генералын 150 мың әскерін жіберіп, үйсіндерге көмекке келген. Ұқсас па бұл нәрселер, ұқсас емес па? Міне осылайша екі арада үлкен шайқастар болады. Алайда ғұндар қанша жерден әскери мемлекет болғанмен, бүгінгі кезде Ресей әскери мемлекеті қаншама әскери қару-жарағы бар, оның военный әскери арсеналының қандай екенін бүкіл әлем біледі. Тоқаевтың өзі айтқан болатын, Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деп.
Алайда Америка, Европа мемлекеттері бұл экономикалық қуатты мемлекет. Енді қараңыздар, бұл тарих немен аяқталды? Бұл тарихтың соңы былай болды. Мына үйсіндер елінде қытайлықтардың ықпалы артып бара жатқанына қарсы болған үйсіннің кейбір ақсүйектері қайтадан қытайлықтарды қуып шығу үшін әрекет жасайды, бірақ олардың әрекеттері тасталған болады. Қытайлықтардың ықпалы арта береді. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде әскери мемлекет болып тұрған Алып ғұндар империясы экономикасы мықты Қытайдың алдында тізе бүкті. Ғұндардың тасталғанын шығарды қытайлықтар, және ғұндар шығыстан батысқа қарай қоныс аударуға мәжбүр болды. Халықтардың ұлы қоныс аударулары, білесіздер, сол ғұндардың қоныс аударған бөлігі Қазақстан жеріне келді, одан әрі тұрақтамай, одан әрі батысқа кетті. Аттила сол жақта батыс ғұндардың арасында атақты билеушіге айналып, Рим империясын құлатқан болатын. Енді қараңыздар, әскери мемлекет болып отырған ғұндар бұл күрестің нәтижесінде жеңілді. Экономикасы мықты Қытай бәрібір үйсіндерді өз дегеніне көндірді. Қазір сіздерге жылын айтып берейін. Біздің заманымыздан бұрын 51 жылы хан империясының протектораттығы орнады үйсін жерінде. Енді бұрынғыдай қытайлық дипломаттар, қытайлық саясаткерлер үйсін гунмостың алдына иіліп тұрып, өтініш айтып, бізбен одақтас бол деп емес, олар енді шынайы бет бейнесін көрсетіп, үйсіндер жеріне өзінің бақылау орнататын мемлекет екенін көрсетті. Алайда үйсіндер бұны кеш түсінді, бірақ қалай дегенмен де олар тарихты кері жылжыта алмайтын еді. Біздің заманымыздан бұрын 51 жылы Қытайдың билігі орнады үйсін жеріне. Үйсіндер бір кездері әлемдік саясатта мынадай алаулап тұрған мемлекет Қытайдың бір протекторатының біріне айналып шыға келді. Біздің заманымыздан бұрын 51 жыл. Кейін бұл жерде бас протектораттықтардың үлкен аймағы құрылады, мына Қашғар жеріне қытайлықтардың ықпалы арта бастайды. Жалпы бұл күресте әскери мемлекет жеңілді, экономикасы мықты мемлекет жеңіп шықты. Үйсіндер сол Қытайдың бір бағынышты аймақтарының біріне айналды. Бір кездері әлемдік саясатта лаулап тұрған, жарқылдап тұрған үйсіндер осындай дәрежеге жетті. Міне көрдіңіздер, кезінде ғұндар мен үйсіндер де бауырлас халықтар болған еді. Тіпті үйсіндердің мемлекеттілігін нығайтуда ғұндардың көмек берген де білесіздер. Ал сондай мемлекет, осындай бауырлас халықтар, мына жақта Қытайдың саясаты осы екі бауырлас халықтың арасының алшақтаған былай тұрсын, екеу бір-біріне жау болып шыға келді. Яғни бұл дипломатия тілі дейді. Бүгіндері Ресей мен Украиндар да ата-бабалары бір кездері славян халықтар, тағы айтам, Киев қаласы орыс қалаларының анасы деген ат алған тарихта. Ал бүгіндері екі бауырлас мемлекеттер бір-бірінің қандарын төгіп жатыр. Ал мына жақта батыс дипломатиясы мен Америка Құрама Штаттарының жүргізіп отырған саясаты бүкіл әлемге белгілі. Ресейді қалай әлсірету. Жаңағы айтқан тарихта әскери мемлекет жеңіліс тапты түптің түбінде. Экономикасы мықты мемлекет бәрібір жеңіп шықты, бәрібір ықпалын алды. Ал ортада сондай үлкен дипломатияның, үлкен саясаттың құрбаны болып үйсіндер мемлекеті қалды. Үйсіндер енді бұрынғыдай әлемдік саясатқа араласа алмады. Сол уақыт өте келе ол да шағын бір халықтардың, шағын бір тайпалардың біріне айналып шыға келді. Бір уақыттары 180 мыңнан астам әскер шығара алатын сондай үлкен мемлекет қытайлықтар өтініп тұрып, бізбен одақтас болшы деп, өтініп сұрап, тарту таралғы жіберетін мемлекет енді сол қытайлардың бақылауына өтіп кетті. Енді ол бұрынғыдай әлемдік саясатқа араласа алмады. Көптеген шағын тайпалы одақтардың біріне айналып шыға келді. Ал бүгіндері Украина жерінде батыс дипломатиясы мен Ресейдің арасында үлкен дипломатиялық ойын жүріп жатыр. Ал бұның немен аяқталарын әзірге белгісіз. Үйсіндердің тағдырын қайталай ма украиндар? Әлде мүлде басқаша тарихын жасама? Оны уақыт өте келе көретін боламыз. Тарихшы ретінде сіздерге осынау үлкен тарихтың сабағын айттым.
Ал енді сіздердің ой пікірлеріңізді тыңдағым келеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Украинаның алдағы тағдыры қалай аяқталуы мүмкін? Қалай болуы мүмкін? Үйсіндер сияқты үлкен саясат сахнасына алаулап тұрып, мүлде әлемдік саясаттан кете ма? Әлде өз орнын ойып тұрып алып, сол жерде мықты мемлекеттің іргетасын қалай ма?